Армысыздар қазақ елі, өздеріңіз көрдіңіздер жана. Су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға байланысты гуманитарлық көмек, 6 ай бойы складта тығылған гуманитарлық көмек. Бүгін мана сағат 3-те мен бардым. Одан видео үндеу бердім, содан кейін бастап беріле бастады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, санитарлық норма сақталмаған. Неге қараңызшы, қаншама есірап, құрметті ағайындар. Қараңыздаршы, қаншама адам зарға қақсап жатыр. Азық таба алмай. Шыны керек, қаншама отбасы, қиналып жүрген отбасы, көп балалы ата-аналар бар. Құрметті ағайындар, кешеде түсірдік біз оны барып, бүкіл қоғам белсенділері. Соған байланысты біз Арқалық қаласының әкімдігін отставкаға талап етеміз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден өтініп сұраймыз, Арқалық қаласының әкімін Асановты тезірек отставкаға жіберуіңізді сұраймын. Су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға және де біз түсірген блоктарға байланысты қаншама азаматтардың видеосын түсіріп, әлеуметтік желіге салып, жағдайларына көмектескен біз сияқты азаматтарды қала әкімдері жанындай алалап, елге жаңағы су тасқынынан зардап шеккен кім келді деп сұрап, блогерлар келді деген кезде, блогерлар алып берсін сіздерге үйді деп, жаңағындай азаматтар бізге наразылық білдіріп жатыр. Сондықтан да, құрметті президент, су тасқынының зардап шеккен азаматтың бірі менмін. Және де мына Арқалық қаласының бас араздығына байланысты Асанов деген Әмірхан Асанов мырзаны отставкаға жіберуін талап етеміз. Өйткені өзіңіз көріп отырсыздар, әкімнің өзі, мен су тасқынынан зардап шеккеніме 6 ай болды, және де мүгедек әйелім бар, 17 отаға түскен. Бір ретте біздің үйге келіп көрген жоқ. Өткенде комиссия төрағалары Антикордан, ДВК-дан комиссия шақырғаннан кейін бастап, кейін ғана келіп көрді үйіміздің жағдайын. Үйто бұл әкім бас араздығына байланысты су тасқынынан зардап шеккен азаматқа үй бермей, ақыр аяғында міне 3 баламды және де ауруханада жатқан мүгедек әйелімді тентіретіп қойды. Және де қарт шешем бар. Сондықтан да құрметті президент мырза, қала әкімін отставкаға талап етем, және де облыс әкімі Ақсақалов мырза, сіздің анық шешіміңізді толық көргіміз келеді. Өйткені мұна Асанов қаланы өзіңіз көрдіңіз, бейберекетсіздік көп істеп кетті, және де азаматтардың мұң-мұқтажымен санаспайды. Ешқашанда осындай шырқау шегінде қалған отбасылардың мәселесін шешуге де тырысқан жоқ. Сондықтан да бұл кісіні тікелей отставкаға талап етеміз. Және де мына гуманитарлық көмекте жаңа көрдіңіздер ағайындар, қаншама азаматтарды 6 ай бойы қаншама қарасы көп өздеріңіз көрдіңіздер. Продуктыдан қиналып отқан азаматтар, міне су тасқынынан зардап шеккен азаматтар жаңа бүгіннен бастап продукты алды. Біз әлеуметтік желіге салып, осы мәселені көтеріп, сходтада көтеріп, жаңа бүкіл мәселені көтергеннен кейін бұл азаматтар енді қимылдап бере бастады. Өйткені ертеңгі күні тексеріс келетін болғасын, комиссия келіп жатқаннан кейін, бұлар тексергеннен кейін, бұлар уже складты ашып бере бастады. Сондықтан да, құрметті Тоқаев мырза, Тәжікстаннан келген гуманитарлық көмекті 6 ай бойы азғыртқан үшін Арқалық қаласының әкімін отставкаға жіберуін талап етеміз. Және де сіздің шешіміңізді, оң шешіміңізді беруіңізді сұраймыз, құрметті президент. Жаңа Қазақстанда әділдік орнау керек. 25 қыркүйекте біз мынау гуманитарлық көмектің складын Әлмұрат ағамыз бұған дейін антикор қызметкерлеріне арыз жазып, жаңағындай гуманитарлық көмектер, 5 вагон гуманитарлық көмек складта тұр, ешқандай халыққа таратылған жоқ деп, оған байланысты сходта қала әкімі есеп берді, таратылды, үйтті, бүйтті де. Бірақ өкінішке орай бүгін 26 қыркүйек күні өздеріңіз көрдіңіздер, складтан біз кеше таптық оны, және де шығарды. Қала билігі ақырында ол заттар азып, көбісі естеніп кетіп, нетіп, жаңағындай халыққа тарату басталды. Сондықтан да мен ойлаймын, құрметті президент мырза, бұл халыққа жасалып жатқан қастандық деп ойлаймын. Және де қала әкімін Асановты отставкаға жіберуіңізді талап етем. Өйткені көптеген азаматтардың наразылығына қалып, жаңағындай көптеген дүние продуктыларды аздыртқаны үшін, және де 6 ай бойы складта тыққаны үшін, және де бұған байланысты тексерісті талап етеміз антикор қызметкерлерінен. Және де көптеген су тасқынына байланысты гуманитарлық көмектер, және де бұл ғана көмектер емес, және де қаланың ғимараттарына көптеген көмектер келді. Осы су тасқынына байланысты, оған байланысты да тексеріс жасауын талап етеміз. Өйткені мына 6 айдан кейін шығып жатқан складтың, мына вагондардың бізге айтқаны 2-ақ вагоны шықты, қалған 3 вагон цементі бар, шипыры бар, жаңағындай
дүниялары бар су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға. Соған байланысты да халыққа таратуын талап етеміз және де тексеріс жасауын талап етеміз. Және де құрметті президент мырза, қала әкімін Асановты тезірек отставкаға жіберуіңізді талап етеміз. Өйткені бұл әкімнің деңгейінде мына бассыздық деп ойлаймын. Қара халықты су тасқынынан зардап шеккенге 6 ай бойы мына дүнияны складта тығып аздыртқаны үшін және де халыққа есеп бермеген үшін бұған байланысты қандай да болса да тексеріс жасап отставкаға жіберуіңізді сұраймыз. Және де Арқалық қаласының әкімдігін түгел тексеруін талап етеміз. Гуманитарлық көмекке байланысты, су тасқынына байланысты және де осы Арқалық қаласына 3 жылдай бері кірген кірістер қаншама мемлекеттің деңгейінде қаржылар кіргеніне байланысты есеп беруін талап етеміз. Өйткені Арқалықта көптеген жұмыстар істелмегенге байланысты, сапасыз істелген дүниелерге байланысты, соған байланысты жалпы қала әкімін тексеруін талап етеміз. Қала әкіміне байланысты қандай да болса тексеріс жасауын сұраймыз. Өйткені көптеген азаматтардың наразылығы, су тасқынынан қаншама азаматтар әлі күнге дейін баспаналы алмай жүр. Және де оның ішінде өзіміз де бармыз. 6 ай бойы көрінгеннің босағасында тентіреп жүрік. Құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы, өзіңіз бұйырып Астана қаласынан комиссия жіберуіңізді сұраймыз. Өйткені Қостанай бір өңір болғаннан кейін бізде көптеген деректер ашылмай жатыр. Астана қаласынан тексерісті талап етеміз, соны жіберуіңізді сұраймыз сізден. Тәжікстаннан гуманитарлық көмек. Құрметті ағайындар. Ой, биш пакеттер келген екен. Рожки, құрметті ағайындар, көп балалы ата-аналар. Құрметті ағайындар, соққа дейін бар. Бұл халыққа келген гуманитарлық көмек. Бұны сенам. Гречка. Жоқ. Берілген жоқ. Ешқандай халық білмейді әлі. Видео бәрі түгіл біздерде бар ғой. Бұл кеше жоқ, видео. Сенде барша, мысалы, 6 балон киініп мен дауыл қаққанша ешқайсысы үндемеді. Мен дауыл қаққаннан барып шықтым да, кетті цемент үндестірін алып, бірақ түсіндіріп маларым бар ғой. Негізінен Әмірхан Бүркенов қасиетсіз адам получается. Жоқ. Получается, қасиеттен. Осылар да қазір қабар жағдайынан келіп алды, кеп талап кетті. Қазір қалып кетеді.